Баршаңа сәлем, құрметті оқушылар және олардың ата-аналары. Олимпиадаға математика есептерін шығаруға қызығатын болсаңыздар, онда сіздер дәл түстіңіздер баланша айтқан кезде осы арнада тек қана математика және математикаға олимпиадаларға дайындайтын есептерді шығарамыз. Қазір екінші сыныптың тапсырмаларын қарап көрейік. Бұл жерде фемо математикалық олимпиадасы бар. Сол жерде сайтынан алынған есептер, солардың талдаулары. Екінші сынып, бұл жерде 10 есеп болады. Дәптер, қалам алып алыңдар қолдарыңа. Арасында паузаға басып, өздерің шығаруға тырысыңдар. Сосын жауабын менімен бірге қарап көресіңдер. Сонымен кеттік, бастайық. Оған дейін каналға тіркеліп, достарыңмен бөлісіп қойсаңдар болады. Сонымен бірінші есеп. Пирамиданың әр квадратындағы сан оның астындағы квадраттардағы екі санның қосындысына тең. F қосылған E қосылған M қосылған O-ны табыңыз. Былайша айтқан кезде әрбір үстінде тұрған кубик, оның орнында сан тұр, ол сан астында тұрған екі санның қосындысына тең. Сонда біздер әрі қарай осылай жалғастырып кете береміз. Мысалы, мына Е-де тұрған сан астында тұрған екі санға тең болады. М-дегі тұрған сан астында тұрған кубиктағы санға тең болады. Және осылай кете береді. Осылай пирамида дейміз, осы үшбұрыш, осылай пирамида. Енді осы әріптерді тауып және мына әріптердің қосындысын тауып көрейік. Сонымен біздер бұл есепті шығару үшін, егер осындай есеп кездессе сендерге астынан бастайсыңдар. Өйткені астындағы сандардың барлығы белгілі болып тұр. 2 және 0. 2-ге 0-ді қоссаңдар, 2 пайда болады, оны біздер мына жаққа қарай жазамыз. 2 деп қоямыз. 0 мен мына 2-ні қосатын болсақ, тағы да 2 пайда болады, оны мына жерге жазамыз 2 деп. Мен былай белгілеп қоям. Және мына 2 мен 5-ті қосатын болсақ, жауабын мына жерге 7 деп жазып қоямыз. Дәл солай тағы да жоғары кете береміз. Енді мына 2 мен 2-ні қосатын болсақ, 4 болады. Сонда Е-нің орнында 4 болып жазамыз біздер. Келесі 2 мен мына 7-ні қосатын болсақ, 9 болады. М-нің орнында сонда 9 болады. Ары қарай соңғысы енді 4 мына жерде жаңа көріп тұрған болар. Және мына жерде 9 пайда болды бізде. Сол 9 мен 4-ті қосатын болсаңдар, 11 болады. Мен мына жерге 11 деп, 13 болады. 13-ті мен мына жерге жазып қоямын. Сонда қараңдар. Біздер мына F қосылған E қосылған M қосылған оны табуымыз керек. Сонда F-тің орнында 13 пайда болды, E-нің орнында 4 болды, M-нің орнында 9 болды мына жерде, және оның орнында алғашқы мына жерде 2. Енді бұлардың барлығын қосатын болсақ, мына 2 санды қосатын болсақ 17, мына 2 санды қосатын болсақ 11 болады. Сосын 17 мен 11-ді қосамыз, тең болады 28. Сонда бірінші есептің жауабы 28 дейсіңдер. Келесі есеп. 17-ден үлкен емес және 2 таңбалы сан бар дейді. Қандай сан бар? Неше 2 таңбалы сан бар? 17-ден үлкен емес. 2 таңбалы сандар нештен басталады? Алдымен соны жазып алайық. 10. Сосын кете береді, 11, 12, 13. Енді 17-ге дейін теріп жазатын болсақ, көп емес қой, сондықтан осылай теріп жазып көрейік қазір. Міне 17-ге дейін келдік. 17-ден үлкен емес неше 2 таңбалы сан бар? Үлкен еместерді біздер міне былай келе береміз. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 дейміз да. 17-ден үлкен емес 17-нің өзінде аламыз. 17-ден үлкен болмау керек. Тең болуға болады, бірақ үлкен емес. Сондықтан біз жерде 8 сан болды. Жауабын сендер 8 деп қоясыңдар. Келесі үшінші есеп. Мерекеде балалар шарларды алды. Оларда барлығы 30 шар болды. 6 баланың әрқайсысына 3 шардан, ал қалғандарының әрқайсысына 2 шардан берілді. Мерекеде неше бала болды?
жерде бізде шарлар бар және балалар бар, иә. Барлығы бізде 30 шар. Шартын жазсақ та болады. Мысалы, қараңдар, мына жерге жазып қоямыз. Барлығы 30 шар деп қоясыңдар. Жақсы, 6 баланың әрқайсысына 3 шардан, ал қалғандарының әрқайсысына 2 шардан берілді. Жарайды, онда қараңдар. Егер сендер есепті кәдімгідей берілгені, шартын жазуды қиналатын болсаңдар, сендер оны былай жазып алсаңдар болады. Мысалы, модель дейсіңдер. Суретте бірінші мынандай бір баланы салып аласыңдар, екінші баланы саласыңдар, үшінші баланы саласыңдар. Енді әркім әрқалай салуы мүмкін. Мен мысалы, міне осылай саламын да. Мен 6 бала, иә. Сонда біріншісінде неше шар бар? 6 шар бар. Өйткені міне әрқайсысына 3 шардан, иә. 3 шар дейсіңдер. Әрқайсысы 3 шардан. Екінші балада 3 шар, үшінші балада, төртінші, бесінші, алтыншы балада. Әрқайсысында 3 шардан болды. Енді сосын қалғандарының әрқайсысына 2 шардан дейді. Енді мынаны қараңдар, мына жерге қосатын болатын болсақ, барлығы неше шар екенін алдымен есептей алайықшы. 3-ті 3-ке қосасыңдар, 6 болады, 6-ға тағы 3-ті қосасыңдар, 9 болады, 9-ға тағы 3-ті қосасыңдар, 12, 12-ке 3-ті қосасыңдар, 15, 15-ке тағы 3-ті қосасыңдар, 18. Немесе көбейту кестесін білетін болсаңдар, 3-ті 6-ға көбейтесіңдер, 18 болады. Енді барлығы 30 шар өзіріне, барлығы 30 шар. Енді 18 шарды біздер 6 балаға үлестіріп бердік. Олай болатын болса, қалған шарларды табу үшін не істейміз біздер? 30-дан 18 азайтамыз. Сонда 12 пайда болады. Енді осы 12 шарды біздер аламыз да 2-ден үлестіреміз. 2 шардан үлестіретін болсақ, ол деген сөз 2-ге бөлеміз деген сөз. Сонда барлығы неше бала бар екенін қазір тауып көреміз. 12-ні біздер 2-ден үлестіретін болсақ, яғни 12-ні 2-ге бөлеміз, 6 болады. Әрқайсысына 2-ден тиеді. Тағда неше? Бұл деген 6 бала деген сөз. Тағда 6 бала болды. Басында бізде 6 балаға үлестіріп бердік қой. 6 баланың әрқайсысына 3 шардан 6 бала бірінші үлестіріп алдық. Сосын тағда 2-ден әрқайсысына бердік. Бұлар тағда 6 бала болады. Тағы 6 бала пайда болды. Сонда барлығы 12 бала дейміз мына жерде. Бізде мерекеде неше бала болды? Соны сұрап тұр. Мерекеде 12 бала болды деп жазып қоясыңдар. Келесі, Аслан 90 бойынша төрттіктерін 3-ден кем екенін айтса, ал әпкесі Асланның төрттіктері 4-ден аз екенін айтып, қарсылық білдірді. Бірі шындықты айтса, бірі өтірік айтқаны белгілі. Асланда неше төрттік болды? Төрттік деген сөз, ол 4 деген баға. Төрттіктер, ол 4 деген бағаны білдіреді. Сонымен Аслан былай дейді. 4 деген бағалары 3-ден кем емес дейді. 3-ден кем емес деген сөз, ол 0 болу мүмкін, 1 болу мүмкін, 3-ден кем, немесе 2. Былай шыққан кезде 4 деген бағасы ода мүлдем болмауы мүмкін, 0 дейміз. 4 деген бағасы 1 болу мүмкін, немесе 2. 4 деген бағасы болу мүмкін. 3-ден кем деген осы. Ал әпкесі, Аслан деп қоямыз да, мына жерге деп әпкесін айтамыз. Әпкесі жоқ дейді, қарсылық білдіреді. Асланның төрттіктері 4-ден аз екенін айтып қарсылық білдірді деді. 4-ден аз екен. 4-ден аз деген сөз, 4-ден аз ол тағы да мүлдем төрттік бағасы жоқ. Немесе 1 төрттік бағасы бар, 2 төрттік бағасы бар, немесе 3 болуы мүмкін. 4-ден аз деген осы. Сонда біреуі өтірік айтып тұр, біреуі шынды айтып тұр. Соның қайсысы Асланда неше төрттік бар екен жалпы табуымыз керек. Былай шыққан кезде қайсысы дұрыс айтып тұрғанын табуымыз керек. Енді оны былай тексереміз. Бұл жерде енді логикалық есеп болып тұр. Бұны былай тексереміз. Мысалы, Асланда мүлдем, бірінші жағдай, мүлдем төрттік баға
болмады деп есептейік. Яғни төрттіктері, мен тырнақшаға алып қоямын да 0 дейміз. Төрттік бағасы жоқ, мүлдем. Олай болатын болса, әпкесінің айтқанын және Асланның өзінің айтқанын тексереміз. Аслан егер дұрыс айтқан болса, 0 деген бірінші тұжырымды тексеріп жатырмыз. Мына төрттік бағасы мүлдем жоқ деген тексеріп жатырмыз. Онда Аслан да әпкесі де дұрыс айтқан. Аслан 3-ден кем деді, 0. Және әпкесі де төрттіктері 4-ден аз екенін айтты. Былай айтқан кезде 0 Асланның айтқанда да, әпкесінің айтқанда да бар. Бұл дұрыс болып шығады. Бірақ екеуі де дұрыс болып шығады ғой кезде. Бірінші тұжырым, біріншісі. Ал біреуі қате айтты деп тұр мына жерде, бірінші шындық, бірі шындықты айтса, бірі өтірікті айтқан болып тұр. Яғни біреуі өтірікті айтып тұр ғой, біреуі шындықты айтып тұр. Сондықтан екеуі де дұрыс болады да. Бұл жерде жауабымыз шартқа сәйкес келмейді, сондықтан ол қате болады. Екінші тұжырым тексереміз. Егер төрттік бағалары, Асланның төрттік бағалары біреу болса, бір төрттік бағасы біреу болса, екінші тұжырым бұл. Онда тағы да, қараңдар, төрттік баға біреу болатын болса, Асланда да айтқанында да бар, және әпкесінің айтқанында да бар. Тағы да дұрыс болып тұр. Бұл шартқа тағы да сәйкес келмейді, сондықтан ары қарай тексереміз. Төрттік бағасы екеу болсын. Төрттік бағасы екеу болсын. Тағы да Асланның айтқанында да дұрыс келеді, әпкесінің айтқанында да дұрыс келеді. Үшінші тұжырым дұрыс болып тұр, сондықтан бұл тұжырымды да біздер қабылдай алмаймыз. Төртінші, төрттік бағасы 3 болсын. Онда Асланның айтқаны өтірік болады, ал әпкесінің айтқаны дұрыс болады. Асландікі міне төртінші тұжырым өтірік, ал әпкесінікі дұрыс болады. Төрттік бағасы 3 деп есептейміз. Асланда Асланның айтқаны өтірік болып тұр, әпкесінің айтқаны дұрыс болып тұр. Міне бірі шындықты айтып тұр, бірі өтірікті айтып тұр. Әпкесі дұрыс, шындықты айтып тұр, Аслан өтірік айтып тұр. Сонда Асланда неше төрттік баға болды? Асланда 3 төрттік баға болды деген тұжырымға келеміз біздер. Осылай тексересіңдер. Логикалық есептерді осылай жазып тексереміз әрқайсысын. Біреу. Келесі. 5-ші есеп. Саябақтағы аллеяның бойында бір қатарға отырғызылған 18 ағаш бар. Айжан олардың арасындағы қашықтықты өлшеуді ұйғарып, әрбір көршілес екі ағаштың арасына 4 метр екенін анықтады. Ағаштың арасы 4 метр екенін анықтады. Бірінші ағаштан соңғы ағашқа дейінгі қашықтық қандай? Енді біздер қазір оны былай есептейміз. Аллея дейік. Мына бірінші ағаш дейік. Сосын екінші ағаш. Сосын үшінші ағаш. Төртінші ағаш. Осылай кете беретін. 18 ағаш бар. Мына жерде мысалы 16-шы ағаш, 17-ші ағаш, 18-ші ағаш. Енді осылардың әрқайсысының арақашықтығы Айжан есептеп шықты. Мен нөмірлеп қоямын мына жерге. Мынау бірінші ағаш, екінші, үшінші, төртінші, мынау 16-шы, мынау 17-ші, мынау 18-ші. Осылардың арасын Айжан өлшеді міне. Бұлай. Не осылай кете береді, осылай. Енді мына жерге барлығы сыймайды ғой. Сондықтан мен мына көп нүкте қоя саламын мына жерге. Ол 1-ден 18-ге дейінгі ағаштардың саны. Әрбір көршілес екі ағаштың арасы 4 метр дейді. Мыналардың әрқайсысының арасы 4 метр міне. 4. Жақсы. Енді бірінші ағаштан соңғы ағашқа дейінгі қашықтықты есептейміз. Міне бірінші ағаш, соңғы ағаш. Осы қашықтық нешеге тең? Неше метр? Енді қараңдар. Ағаштардың саны 18, бірақ ара қашықтықтардың саны 17 болады, біреуге кем. Міне өткені қашықтық, мына жерде бірінші ағаш болғанмен, бірақ қашықтық мынау, мына 1, мынаны есептейміз 2, мынау 3, осылай санаған кезде мына жер 17 болып кетеді. Қашықтықтар арасы 17 болады да, ал ағаштардың саны 18 болады. Ол тіпті мынау сендер кішірейтілген нұсқасын қарап көрсеңдер де болады. Мынау бірінші ағаш, мынау екінші ағаш, мынау үшінші ағаш.
ағаштардың саны 3, бірақ арақашықтардың саны 2. Міне бірінші арақашықтық, мына екінші арақашықтық. Ал ағаштардың өзінің саны 3. Көрдіңдер ме? Сондықтан мына жерде 18 ағаш болса, арақашықтықтар 17 болады. Сонда біздер 17-ні аламыз да 4-ке көбейтеміз. Өйткені әрқайсысының арасы 4 метр міне. Иә? Сонда 17 арақашықтықты әрқайсысы 4 метрден болса, көбейтетін болсақ, мына жер 8 2 ойда болады. 4-ті 1-ге көбейтсек 4, 2 ойдағымен 68 метр. Сонда барлығының арақашықтығы 68 метр болады екен. Келесі есеп. Бір орманда қасқыр, түлкі, қоян өмір сүріпті. Бір күні жануарлар олардың қайсысының салмағы ауыр екеніне таласады. Қасқыр 2 түлкіден 12 килограммға, ал әр түлкі қояннан 5 килограммға ауыр болып шығыпты. Қасқырдың салмағы 2 қояннан неше килограммға артық? Жарайды, оны былай жасап алайық. Қасқыр, түлкі, қоян, мына жерден бастап қарайық мына. Қасқыр 2 түлкіден 12 килограммға ауыр екен, мына жерге міне қасқыр дейміз. 12 килограммға 2 түлкіден артық. 2 түлкі дейміз мына жерге. Және оған қосамыз 12 килограмм. 2 түлкіден 12 килограммға артық деген сөз. Қасқырдың салмағына тең болу үшін 2 түлкінің салмағына тағы 12 килограмм қосуымыз керек деген сөз. Екінші сөйлем. Ал әрбір түлкі қояннан 5 килограммға ауыр болып шығыпты дейді. Әрбір түлкі. Мына жерге түлкі деп қоямыз. Ол тең болады. Қояннан 5 килограммға ауыр болып шығыпты. Мына жерге қоян дейміз. 5 килограмм дейміз. Түлкінің салмағы әр қояннан 5 килограммға ауыр деген сөз. Қоянның салмағына 5 килограммды қосып, сол кезде түлкінің салмағына тең болады деген сөз. Енді бізден сұрап тұрғаны қасқырдың салмағы 2 қояннан неше килограммға артық дейді. Сонда біздер мынаны табуымыз керек. Қасқыр азайтылған немесе былай тең болады 2. Енді 2 түлкі деген сөз, 2 көбейтілген түлкі. Түлкіден 2 деген сөз, немесе былай істейсіңдер. Түлкі қосылған 12 килограмм деп қойсаңдар да болады. Міне осылай. Осылай түсінсеңдер де болады. Келесі, дәл солай мына қоянды да жазып қойсақ болады. Мен мына жерге 2 қоян қосылған, енді мына жерде білмейміз. Тағы да неше килограмм екен, соны табуымыз керек қазір. Ол үшін біздер қазір мына 2 бастапқы теңдікпен айналысамыз қазір. Ол жерден біздер былай жасайық. Мына түлкінің салмағы ол қоян қосылған 5 килограммға тең. Дәл солай екінші түлкінің де орнын алмастырамыз қазір. Қоян қосылған 5 килограммға. Былай шыққан кезде біздер мына бірінші теңдікті қайта көшіреміз. Қасқыр дейміз. Тең дейміз. Түлкі. Мына түлкі деген сөз, ол міне. Ол қоян қосылған 5 килограмм. Екінші түлкі. Тағы да қоян қосылған 5 килограмм. Және мына жерде 12 килограммды ұмытпаймыз. Былай шыққан кезде біздер бірінші мына теңдікті қайтадан көшіріп алдық, бірақ енді түлкінің орнында бізде қояндар. Оны екінші мына теңдіктен ауыстырып жібердік. Осыны пайдаланып. Енді қоян және қоян ол 2 қоян, Так, қазір қасқыр деп қайтадан көшіреміз міне. Тең қоян ол 2 қоян деген сөз. Және 5 килограмм қосылған 5 килограмм қосылған 12 килограмм барлығы болады 22 килограмм. Сонда жаңағы сұрағымызға мына жерде 22 деген мәнін табамыз. Яғни қасқыр 2 қояннан неше килограммға артық деген кезде 22 килограмм.
Жетінші есеп. Айгүл мерекеге дайындалып 58 раушан гүлінен гүл шоқтарын жасауға бел буды. Ол барлығы 10 гүл шоғын жасады. Кейбіреулерінде 5 гүлден бар, ал қалғандарында 7 гүлден бар. 5 гүлден неше гүл шоғы жасалды? Сонда барлығы 58 раушан гүл. Мына жерге жаз қойсаңдар да болады. Міне, гүл шоқтарын жасауға бел буды. Енді барлығы 10 гүл шоғы болды. Кейбіреулерінде 5 гүлден бар, қалғандарында 7 гүлден. Сонда 5 гүлден неше гүл шоғы болды? Бұл жерде сендер былай шығарасыңдар. Мынау бірінші гүл шоғы болсын. Мынау 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Енді кейбіреулерінде 5-еуден болды, кейбіреулерінде 7-еуден болды. Егер бірінші гүл шоғында 5 гүл болатын болса, 5, екіншісінде тағы да 5, үшіншісінде 5 болатын болса, мысалға, енді қазір қарап көрейік. Енді гүл шоғы деген түсініп тұрған шығарсыңдар, иә? Мысалы, мына жерде міне бірінші гүл, екінші гүл, қазір 3, 4, 5, 5 роза, 5 раушан. Сын бұл бірінші. Сын тағы да сондай 5, 1, 2, 3, 4, 5. Бұл екіншісі. Сын тағы да кетеді. 3, 4, 5. Тағы да. Сосын 1, 2, 3, 4, 5. Төртіншісі бұл. Сын 1, 2, 3, 4, 5. Бұл бесіншісі. Сонда барлығы нешеу? Әрқайсысында 5 болғанда 5-ті 5-ке өтесіңдер 25. Ал егер мына жерде 7 болатын болса, қалғандарында 7 болатын болса, онда 5-ті 5 гүл шоғын 7-ге көбейтеміз, әрқайсысында 7. Сонда неше болады? 5-ті 5-ке көбейтеміз, мына бірінші қатардағын, ол 25 болады. Екінші қатарда 7 гүл 5 шоқ гүл 7-ден әрқайсысында, онда 35 болады. Сонда 25-ке 35-ті қосатын болсақ, онда 60 болып кетеді. Ал бізде 58. Онда қате болып тұр ғой. Қате болып тұр. Енді ол қатені түзетейік. Қай жерден қанша алатынымызды қарап көрейік. Мысалы, мына жерден енді біздер түзетеміз қазір. 5-ден енді кемітуімізге де болады, иә? Мысалы, мына жерден 5-ден нешеу болсын? Мысалы, 5 болсын. Ал қалғандары 7 болатын болса ше. Сонда 5 гүл шоғынан бізде 6 болады, иә? Міне 5-ліктен. 5, 6 болады. Сосын 7 гүл шоғынан 4 болады. 1, 2, 3, 4. Сонда 7-ні 4-ке көбейтеміз. 5-ті 6-ға көбейтсеңдер 30 болады. Ал 7-ні 4-ке көбейтсеңдер 28 болады. Ал екеуін қоссаңдар 58 болады. Міне, көрдіңдер ме? 58 раушан гүлін біздер таптық. Ол енді бізден не сұрап тұр? 5 гүлден неше гүл шоғы жасалды? 5 гүлден 6 гүл шоғы жасалды. Міне, 5 гүлден 6 гүл шоғы. Бірінші гүл шоқ, екінші, үшінші, төртінші, бесінші, алтыншы. Көрдіңдер ме? Яғни мынадан міне 1, 2, 3, 4, 5. Мынадан 6 болады. Ал қалғандары, қалған 4-еуі ол 7 гүл шоғы. Ал барлығы 10. Түсінікті шығар деп ойлаймын. Түсінбесеңдер, онда комментарийға тағы жазып кетіңдер. Ағай, мен мына 7-ші есеп тағы да түсіндіріп жүрсеңіз, толықтай тағы да түсіндіруге тырысып көрем. 8-ші есеп. Бірлік цифры 1 болатын және 3 әртүрлі цифрлардан жасалған 2 ең кіші 3 таңбалы сан 3 әртүрлі цифрлармен жазылған. Ең кіші 3 таңбалы саннан қаншаға артық екен табуымыз керек. Енді қараңдар, бірлік цифры 1 болатын және 3 әртүрлі цифрлармен жазылған ең кіші 3 таңбалы сан. 3 таңбалы сан
бірлік цифры 1 болады. Яғни міне бірінші орын деп қоясыңдар, екінші орын, үшінші орын, бұл 3 таңбалы сан. Және бірлік цифры 1 болатын дейді. Онда мына жерде ол 1 деген сөз ғой. Және 3 әртүрлі цифрлармен жазылған дейді. Ең кіші дейді, және көрдіңдер ме? Шарттың ішінде тағы да шарт болып тұр. Осыны мұқият сендер қарап алуларың керек, түсініп алуларың керек. Міне, тағы да бірлік цифры 1 және 3 әртүрлі цифрлармен жазылған ең кіші. Енді мына жерге 1 деп жазалмаймыз тағы да. Немесе мына жерге 1 деп жазалмаймыз. Цифрлар әртүрлі болу керек. Мына жерге 2, мына жерге 0 деп жазалмаймыз. Өйткені 0-ден басталатын 3 таңбалы сан жоқ. Сондықтан мына жерге 2 болады, ал мына жерге 0 болады. Мына бірінші шартты қанағаттандыратын, міне, мына шартты қанағаттандыратын, ол міне 201 деген сан. Енді екінші шарт. 3 таңбалы сан үшін әртүрлі цифрлармен жазылған ең кіші 3 таңбалы сан. Тағы да 3 таңбалы сан. Енді әртүрлі цифрлармен жазылған ең кіші 3 таңбалы сан. 3 әртүрлі цифрлармен жазылған ең кіші 3 таңбалы сан. Енді мынадан басқа әртүрлі цифрлармен жазылған ең кіші 3 таңбалы сан. Енді ол 102 болады, басқа не болады? Бірден басталады. Мына жерген тағы да 1-ді жазалмаймыз. Енді кішкентай болу үшін 0-ді жазаламыз. Енді 1-ді тағы мына жерге де жазалмаймыз. Сондықтан ол жерге 2-ні жазамыз. Енді сол саннан қанша санға артық екен деп сұрап тұр бізде. Мынадан қаншаға артық. Ол үшін азайтамыз. Енді 201-ден 102-ні азайтсаңдар 99. Ең бастысы бұл жерде мына шарттан есепке өту. Шартты есепке айналдыру. Айтылғандардың барлығын дұрыс жазып алу. Сосын барып тапсырманы шешуге өтесіңдер. 9-шы есеп. 4 түрлі F, E, M және O сандары мына ретімен орналасқан дейді. F кіші E'ден, M-нан O'дан. Сосын F, E қосылған M қосылған O тең 25 ребусының неше әртүрлі шешімі бар. Бұл жерде мынаны қараңдар. F, E деген сөз ол F, E деген сөз 2 таңбалы деген сөз. M қосылған O тең 25 дейді. Енді әртүрлі сандар бол, иә? Мысалы, мынаны 1-ден бастайық. Мынаны 2 деп қойайық. Сонда 12 болады. Онда мынаны 3 дейміз де, сонда қосқан кезде бізде 25 шығу керек, иә? Олай болатын болса, мынау 15 болып тұр. 15-ке мынау 10-ды қоссақ 25 болып тұр. Бірақ бұлардың барлығы 4 түрлі сандар бұл. Мына 2 таңбалы емес, 1 таңбалы сандар. 2 таңбалы сан болатын болса, бізде мынандай шартымен жазылушы еді. Сондықтан о 10 бола алмайды. Сондықтан оны біздер кішірейтеміз. Сондықтан мына жерде бізде 4 емес, 3 емес 4 болады. Қосылған 4, қосылған енді бар 9 болады. Сонда 25 болатын шығар, иә? Мына 13 болады, 13-ке 12 қосында 25. Сонда біздер бірінші жұпты таптық. Екінші, мына жерге біздер 13 деп қойсақ, мынаны енді 1-ге көбейте салайық, мынаны 1-ге кішірейте салайық. Міне көріңдер, 4-ті 1-ге көбейттік та өсірдік және 9-ды 1-ге кішірейттік. Тағы да 25. Үшінші, енді осына тағы да мынаны 14. Так, мына жерде қазір мынаны кішкене өзгертіп жіберейік. Так, бұны көбейткен болсақ, 5 болатын болса, 7 болады екен ғой айтпақшы. Сол кезде барып 25 болады. Өйткені мынаны көбейттік қой, 13 қосылған 12 25. Үшінші шарт, егер мына 14 болатын болса, 14 болатын болса, мынау 6 болатын болса, онда неше болатын жерде? 20, 20-ға 5-ті қосамыз. Бірақ бұл 25 болады, бірақ мына шарт орындалмай қалатындай кезде. Мына орналасқан сандар қатарынан орналасқан көрдіңдер ме? Мынау бізде 1 болса, мынау 4 болса, мынау 6, мынау 5 болса орындалмай қалады. Ең соңында тұрған сан ол ең үлкен сан дегенді білдіреді. Сондықтан осы шарт орындалмай қалады екен.
Сондықтан мына соңғысын біздер олай жаза алмаймыз. Сондықтан оны біздер алып тастаймыз. Мына жерде бізде тағы да бір тексеретін сандар бар сияқты. Мына қараңдар. Мына жерде 1 мен 2-ні қосамыз. Мынауның өзі 5 болса, мынау 17, мынау 8 деп тексере алады екенбіз. Бұл да 25 болады. Ал 12 сосын қосылған 6 болса, қосылған 7 деп тексере аламыз. 25 болады. Не көресіңдер ма? 1 2-ден кіші, 6-дан кіші, 7 ең үлкен деген сияқты. Ал қосындысы 25-ті беріп тұр, Так, сонымен тағы да не бар бізде? Мына 12 қосылғаннан 7-ні жаза алмайсыңдар, өйткені 19, 6 болу керек, мына 7 6-дан кіші болып қалады. Сондықтан болды, бұл жерде тоқтаймыз. Так, енді жаңа 13-ті біздер жаздық, сол 13-ке қайттан оралайық. 13 қосылғаннан 5 6 7 болды ғой, Бұл жерден 6 десек, ал бұл жерден 6 десек, мынау 6 болып кету керек, 25 болу үшін. Мына екеуі тең болып қалады. Ал бізде тең болмау керек. М 0-ден одан кіші, яғни келесі тұрған саннан кіші. Сондықтан бұл да бізде орындалмайды. Тағы қандай сандар бар екенін қарап көрейік. Мысалы 13 емес, енді 14-ті қарап көрсек. Так, 12-ні қарадық. 13-те тағы не бар? 13-те 4 болуы мүмкін мына жерде, Мысалы 4, өткен 4 3-тен үлкен, 17. Бұл 8 орындалады. 25 болады. Так, мына жерде енді бұл 5-ші, 6-шы, так, 4-ші, 5-ші, енді 6-шыны тексеріп көрейік тағы. Мына жерде 14 болсын, 14-ке 5-ті қосатын болсақ, 6-ны қосатын болсақ, тағы да 25 шығады. Ал 7-шісін енді қарайық. Мысалы, мына жерде 14, 6, мынау тағы да 5-ме орын ауыстырамыз, уже болмай қалады. Егер біздер мына жерге 15-ті қоятын болсақ, 2 таңбалы сан, ал сосын мына жерге 10-нан құралатын, мысалы 6-ны қойсақ, ол кезде мына жер 4 болып қалады 25 шығу үшін. Ал 4 тағы да 6-дан кіші, мына шарт орындалмай қалады. Сондықтан бізде мына соңғысын алмаймыз. Енді ары қарай тексере берсеңдер, 16, 17 деп ары қарай шықпайды десе, болды, осымен тоқтайды. Сендер ары қарай таба алмайсыңдар. Мына шарт қанағаттандыратын және мына шартты қанағаттандыратын сандар, цифрлар басқа болмайды. Осымен аяқталады. Сонда бізде ребустың неше әртүрлі шешімі бар деген кезде әртүрлі 6 шешімі бар екенін біздер көреміз. Келесі есеп ол 10-шы есеп. Қарап көрейік. Ержан, Айжан, Димаш және Жан алма теруге бақшаға барды. Олар барлығы 60 алма жинады. Олар алмаларын санағанда Ержанның жинаған алмалары Айжан, Димаш, Жанна үшеуінің жинаған алмаларынан тең екен. Айжанның алмаларын Димаштікінен 7 алмаға артық, Жанныңкінен 10 алмаға кем болды. Айжанда неше алма бар? Енді бұны сендер бірнеше рет оқып аласыңдар. Кім ішінде бар? Ержан, Айжан, Димаш, Жанна. 4 бала. Олардың барлығы жинаған алмалары 60 деп. Сосын ең көп жинаған кім? Ержанның жинаған алмаларының саны Айжан, Димаш, Жаннаныкіне тең. Олай болса деп асықпай оқып аласыңдар бірнеше рет. Сосын бар есепті шешуге кірісесіңдер. Бұл жерде маңызды мына 3-ші сөйлем болып тұр. Ержанның жинаған алмалары Айжан, Димаш, Жанна үшеуінің жинаған алмаларына тең. Енді өздерің ойлап қараңдар. Тең болу үшін 60 алманы тең 2-ге бөлу керек қой. Яғни 60 алма болса барлығы 30 тең 30 болу керек. Тең болу үшін, екі жақ тең болу үшін. Олай болатын болса, мынау Ержандікі, ал мынау қалғаны 30, ол Айжан, Димаш, Жанның. Яғни Ержандікін біздер бірден тауып алдық та, ал қалғаны 30, ол Айжан, Димаш, Жанның. Енді келесі сөйлемге көшейік. Айжанның алмалары Димаштікінен 7 алмаға артық дейді. Айжанның алмалары Димаштікінен 7 алмаға артық.
жеті алмаға артық. Не? Немесе сендер былай жазсаңдар болады оны. Айжанның алмаларын Димаштікінен азайтсаңдар, сонда 7 артық қалады. Осылай жазсаңдар болады. Жаннанікінен 10 алмаға кем дейді. Сонда Жаннаның алмаларын Айжанның алмасын азайтсаң, керісінше 10 алма артық қалады екен. Жаннанікінен 10 алмаға кем. Кем деген сөз Айжанға жетпейді енді. Айжандікі аз деген сөз ол. Сонымен біздер қалған үшеуінің алмаларының саны 30-ға тең екен білеміз. Олай болатын болса, біздер былай істейік. Мына жерде Айжан қосылған Димаш қосылған Жанна тең 30. Енді бұл жерде біздер былай жасайық. Мына бірінші теңдеуді тағы бір рет көшіріп алайық. Біздер жаңа басында былай айттық. Айжанның алмалары Димаштікінен 7-ге артық деген сөзді біздер былай жазсақ болады. Димаштың алмалар санына 7 алманы қоссақ, Айжандікімен тең болады. Бірінші теңдеуді біздер осылай көшіріп алайық. Енді екінші теңдеуді біздер былай көшіріп алайық. Жаннаның алмалары Айжандікінен 10-ға артық деген сөзді біздер тағы да былай жазып алсақ болады. Жаннаның алмалары тең Айжанның алмаларына қосылған 10 алма. Бұны не үшін олай көшіріп алдық? Қазір біздер оның барлығын біздер қазір мына теңдеуге қоямыз. Бірақ бұл жерде біздер былай істейік. Біздерге Айжан керек, сондықтан мына жерден біздер мен қазір мына екінші теңдеуді өзгертіп жіберейін тағы да. Мысалы қараңдар міне. Айжанның алмалары Димаштың алмаларынан 7-ге артық. Оны біздер былай жазсақ та болады. Айжанның Жаннаның мен бізде Димаштың алмалары тең болады. Айжанның алмасынан 7-ді азайтсақ, міне осылай жаңа айтқанмен. Айжанның алмасынан 7 алманы азайтпасақ, Димаштың алмаларының санына тең болады. Енді қараңдар, осыны біздер аламыз да қазір мына жерге қоямыз. Мына теңдеуге Айжанды қалдырамыз. Димаштың алмаларының санына нешеу біздеріне? А қосылған дейміз да, Димаштікі А минус 7-ге тең. Сосын Жанна, оныкі Айжан қосылған 10-ға тең. Барлығы 30-ға тең. Көрдіңдер ме? Енді Адан нешеу бізде? Аны 3 рет қоссақ, 3 көбейтілген А деп жазсақ болады. Сосын қараңдар. Мынау 10-ға біздер 10-нан 7-ні азайтамыз. Өткен алдында минус тұр. Сондықтан қосылған 3 болады. Тең болады 30. Андай теңдеу пайда болды. Осы теңдеуді біздер мына жерге шығарып көрейік. Сонда 3А тең болады 30-дан 3-ті азайтамыз, 27 болады. Енді қараңдар өздерің, 3-ке қандай санды көбейтсек, 27-ге тең болады. Ол тең болады 9-ға. 3-ті 9-ға көбейтсеңдер 27. Сонда Айжанда, А деген Айжан ғой бізде, 9 алма бар екенін білдіреді. Міне, Айжан неше алма бар? Айжанда 9 алма бар. Осымен есептердің шығарылуы бітті, балалар. Егер сұрақтарың болса, комментарийға сұрақтарыңды жазып кетіңдер, мен міндетті түрде жауап беремін. Келесі кездескенше сау болыңдар.